Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен Чокопайдың үй жағдайында жасалу жолымен бөлісемін. Дайындалу жолы мүлде қиын емес, дәмі өте керемет болып шығады және жұмсақ болып шығады. Дүкеннен сатып алмай-ақ үй жағдайында өздеріңіз жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бисквитін дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстінен қантымызды салып, миксерлейміз. Осылай аппақ болып көпіріп, қант ерігенше миксерледік. 2-3 есе өсті жұмыртқаның көлемі. Енді үстінен жұмсақ сары майымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Енді май мен сүт араласқанша миксерлейміз. 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Електен өткізілген ұнымыздан 2-3 қасықтан салып отырып, жайлап миксерлейміз. Бізде осындай қою қамыр шығу керек. Дайын болған қамырымызды кондитерлік қапшықтың ішіне салып шығамыз. Егер кондитерлік қапшық болмаса, целлофан пакетке салып, түп жағын кесуге де болады. Дөңгелетіп, бисквиттерімізді құйып шығамыз. Арасын алшақтау боламыз. Піскенде көтерілуі мүмкін. Пергамент қағазымызды противень үстіне қойдық. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 10-12 минутта пісіріп алатын боламыз. Кастрюлемізге 100 грамм қант саламыз. Үстінен 30 грамм су құямыз. Және 5 грамм желатиннің үстіне де 30 грамм су құйып, бұқтырып қоямыз ерігенше. Бисквитіміз пісіп шықты. Қып-қызыл болып піспейді. Піскенін тек астына қарап қана білеміз. Асты жағы осылай қып-қызыл болу керек. Сонда сол пісті деген сөз, немесе тіс шоқығышты ағаш таяқшаны ортасына тығып біле аламыз. Жұмсақ болып пісіп шығады. Енді бұны жақсылап суытамыз. Желатиніміз суды барлығын өзінің бойына сіңіріп алды. Енді микротолқынды пеште ертіп аламыз. Сиробымызды дайындаймыз. Кастрюлемізді отқа қойып, баяу отта қанты ерігенше күтеміз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қантымыз толық еріп қайнап бастады. Енді оттың астын өшіреміз. Құрғақ ыдысымызға ертілген желатинімізді саламыз. Және ыстық сиробымызды салып отырып, араластырып миксермен көпіртеміз. Бисквиттеріміздің барлығын жұп-жұбымен орналастырдық. Енді салмамызды кондитерлік қапшыққа салып шығамыз. Тез беті кеуіп кетуі мүмкін, сондықтан бұнымен өте жылдам жұмыс жасау керек. Енді бисквиттерімізге құйып шығатын боламыз. Осылай барлығын қайталаймыз.
Мында мен шоколадты глазурь дайындап алдым. 100 грамм шоколад пен 100 грамм сливкиді су ваннасында ертіп алдым. Кішкене салқындағаннан кейін енді чокопайларымызды осыған батырып шығамын. Бисквиттерімізді шоколадқа толығымен батырып аунап шығамыз. Осылай барлығын шоколадқа батырып, барлық жеріне тегізіп шығамыз. Болмаса тек жартысын ғана батыруға да болады. Осылай тек жартысын батырып қоямыз. Артығын сілкілеп, пергаментке қоямыз. Осымен достар, біздің үй жағдайында жасалатын чокопайымыз дайын болды. Өте қолжетімді заттардан дайындалады, дәмі керемет болып шығады. Мен балаларыма қатты ұнады. Сіздер де өз балаларыңызға жасап беріп қуантсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген дәмді тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Достар, сонымен қатар менің арнамда бұдан да бөлек көптеген торттардың, дәмді тағамдардың, десерттердің рецепті бар. Менің арнамнан көріп, өз пайдаларыңызға жаратсаңыздар болады. Сау сәлеметте болыңыздар.